Сәлем достар, бүгін сіздермен Айырмас Софи. Сіздермен бүгін өте дәмді, өте нәзік болып шығатындай, тура ресторандағыдай болатын тапанша тағамын жасаймыз. Мен сіздерге видеоны соңына дейін көрулеріңізді ұсынамын, өйткені видеоның соңында мен сіздермен осы тапанша тағамына қосатын ерекше дәмдеуішті бөлісетін боламын. Ол үшін тауық етін осылай ірі-ірі қылдырып турап аласыздар. Мен сүйекті бірлет ортасынан бөле саламын. Және картопты осылай төртке бөлеміз. Егер де картоп кішірек болса, онда екіге бөлсеңіздер жетеді, өйткені езіліп кетпеу керек. Барлығын турап дайындап аламыз. Пиязды тураймыз. Сарымсақты өте майдалап турайсыздар. Жартылай ашты бұрышта өте жұқа етіп осылай дөңгелетіп турап аламыз. Және сарымсақтың екі долькасында осылай өте жұқа етіп турап аласыздар. Өйткені тапаншамыз дайын болғаннан кейін ең соңында осы бұрыш пен сарымсақты бетіне себеміз. Ол тапаншаның дәмін өте аша түседі, өте ерекше дәм береді. Сол үшін міндетті түрде сарымсақ қосыңыздар ең соңында. Мен сарымсақты осылай жұқалап тураймын да, екеуін бірге бөлек бір ыдысқа салып қоямын. Ең соңында тапаншаға қосу үшін. Қазанға майды қыздырып аласыздар. Үлкенірек қазан болған жақсы. Осылай тауықты кішкене қуырып аламыз да, үстіне жаңағы тураған сарымсағымызды саламыз. Жақсылап араластырасыздар. Өте аз ғана тұз саламыз, өйткені біздің видеоның соңында қосатын ингредиентіміздің, дәмдеушіміздің өзінің тұзы бар, ащылығы да бар. Тауық етін әбден қуырып аламыз. Мен осылай ірі-ірі турап алдым, сіздерге көрсету үшін көрсетіп жатырмын. Содан кейін соғы шыққанша пісіріп аламыз, 15 минуттай пісіреміз. Жартылай дайын болу керек. Жақсылап араластырамыз. Енді бұған сарымсағымызды саламыз, чеснокты. Томат пастасы. Соевый соус. Енді жақсылап араластырамыз осыларды. Жақсылап араластырып, сәл бір 5 минут тағы да пісіріп аламыз, қақпағын жауып. Достар, менің YouTube арнамды қолдап, лайк басып және подписка қылып кетсеңіздер, бұл мен үшін өте маңызды. Каналымның дамуына үлкен үлес қосар едіңіздер. Тағы да бір араластырып жіберіңіздер, одан кейін бұрышымызды салатын боламыз. Енді болгарлық тәтті бұрышымызды саламыз. Менде бұл замороженный күйінде қатырып қойған, ұстатып, соны қосатын боламын. Жақсылап араластырып аламыз. Және қақпағын жауып, тағы да бір 5 минут пісіріп аламыз. Содан кейін
туралған картопты саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Онда содан кейін су құямыз. Суды біздің картоптарымыз суға сәл батып тұратындай етіп, сондай мөлшерде құямыз. Мынау біздің құпия ингредиентіміз. Бұны көбінде ұйғыр ұлттары солар қолданады. Суды құйған бетте, суық күйінде осы приправаны саламыз да, жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып қоямыз. Суы қайнағаннан кейін отты сәл төмен баяу отта пісіреміз. Баяу отта картошкасы әбден жұмсарып піскенше баяу отта пісіреміз. Мен тағы да сәл тұз қосқым келіп тұр, өйткені тұз аздау болып қалған сияқты. Өздеріңіз дәміне қарай тұз қосасыздар. Көп қосып қоймаңыздар, өйткені тапаншаның дәмдеуішінің өзінің тұзы аштығы бар. Өстіп қақпағын жауып қоямыз. Суы қайнағаннан кейін астын басамыз жай отқа. Картошкасы пісіп болғанша пісіріп аламыз. Сонымен біздің тапаншамыз дайын. Өте дәмді, ерекше, иісімен күшті болып шықты. Жаңағы құпия дәмдеушімізді шортс бөлімінде суретін көре аласыз. Дайын болған тағамымызға осылай алдын ала туралған жартылай ашты бұрышымызды, сосын чеснок, сарымсағымызды өстіп сеуіп қоямыз үстіне. Өте жұқа етіп турап сеуіп қоясыздар. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Қонақ күткенде қоятын ерекше тағам. Иісін енді айта алмаймын. Иісі деген өте аңқып тұрады, дәмі деген ерекше. Тура ресторандағыдай.